Каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, әрі әдемі, майсыз болып шығатын осындай құймақтардың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлі алда көптеген видеолармен бөлісетін боламын, сондықтан да менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен осындай таза тұрған ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды жарып аламыз. Енді алдын ала дайындап алған қантымызды да салып аламыз. Енді осыны бенчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Оның үстінен айранымызды қосамыз. Дәл осы қанша граммдарын мен описание бөліміне қалдырдым. Сіздер описанияға кіріп, сол граммдармен жазсаңыздар болады. Енді алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды қосып алып, жақсылап бенчикпен араластырып аламыз. Дәл осындай масса болғанға дейін араластырып алуымыз керек. Енді дәл осының үстінен содамызды қосып аламыз. Мендегі ас содасын қосып аламыз. Жақсылап араластырып 10 минуттай тұрғызып аламыз. Енді табамызды дайындаймыз. Табамыздың үстінен сұйық майымызды құйып аламыз. Және де 10 минут тұрған құймақтарымызды сабамыздың үстіне саламыз. Дәл осылай қасықтың көмегімен салсақ болады. Осылай әдемі етіп салып аламыз. Міндетті түрде осы құймақтарымызды салып болғаннан кейін бетін крышкамен жауып қоямыз. Өзі көтерілу керек. Жай отқа қойып қоямыз. Дәл осылай болып құймақтарымыз көтерілді. Енді осыны аударып аламыз. Осы беті әдемі воздушный болып тұрады. Сол кезде аударсаңыздар болады. Бетін аударғаннан кейін де міндетті түрде крышкамен жауып қоямыз. Арғы беті де әдемі болып көтеріліп пісу үшін. Енді піскен құймақтарымызды тәрелкемізге салып аламыз. Және де тағы да осындай құймақтарды дәл солай етіп пісіріп аламыз. Осылай көтеріліп жатқан құймақтарымыздың келесі бетін аударамыз. Келесі бетін пісіру үшін міндетті түрде крышканы жауып қоямыз. Әдемі болып көтеріліп пісу үшін. Міне біздің құймақтарымыз әдемі болып көтеріліп жатыр. Осыны көтеріліп үшін тағы да бетін жауып қоямыз. Дәл осы құймақтарымыз піскеннен кейін дәл осындай салфеткаға майын сырғыту үшін аламыз. Менің құймақтарым қатты майлы болған жоқ. Өте дәмді, әдемі болып шықты. Міне біздің құймақтарымыз дайын болды. Енді әдемілігі үшін осындай қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Және жеміс-жидектен шиенің қолдандым. Сіздер қалаған жеміс-жидектеріңізді салып қолдансаңыздар болады. Өте дәмді, дәл осындай пышный құймақтарды жасағыңыз келсе, міндетті түрде осы рецептпен қарап жасап көрсеңіздер болады. 100% іші пісіп әдемі болып шығады. Көтерілуінің өзі бір әдемі болып шығады. Рецепт оригинал. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен осы рецепті қолданамын. Алдында осындай рецепттерді таппай қатты қиналған болатынмын. Қазір осы рецепті тауып алғаннан кейін мүлде қиналмай балаларыма дәл осындай рецепті жасап беремін. Іші піспеді деп қорықпаймын. Міндетті түрде пісіп әдемі болып көтеріліп шығады. Назарларыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған мен Жансұлу. Келесі кездескенше сау болыңыздар.